Қойшы, нұрколар қолым ауырып кетті. Менің есімім Бәкір ма? Иә, Бәкір. Точно Бәкір ме? Ойланып айттың ғой? Точно Бәкір. Қойғыш ол. Сен несің бе? Осы ауылға келген электриксің ба? Жоқ, шырақшысың. Рахмет. Сен біздің келгенде өйтіп ойнама. Болды көке, не істеу керек? Інім, ана светқа бір апта болды істемей атқанда ше. Өзім істей қойын десем, қорқып тұрмын бар ғой, тоққа түсіп қалам ба деп. Өзің әбден тоққа түсіп шыққан бала жақсың ғой, а? Естімі кемеді? Бәкір. Бәкір, точно ма? Иә, Бәкір. Ана бір үйде есік кассета бар еді, соны көрейік десек, свет істемей қойды ғой бір. Кассета көру үшін болса, көршінің үйіне барып көре салсаңшы. Ол көршінің үйінде емес, өзіміздің үйде көретін газета ғой. Не қыласың, оны қойшы, істеп берші ана светті. Болды көке, не істеу керек? Қойшы керек, не істеу керек. Қой, саймай мен көке. Не істей аласың басқа? Свет жөндей алам, жағам, өшірем. Не демақ істейсің соның бәрі, не демақ қойған адам керек? Не болды көке? Мансар, бергеш бе? Мен өзім сөйлесіп тұршы, нервім шыдамайды ше. Мен сөйлесіп қашты ба? Қой, ерке бала бүйтіп қоясың. Кеңеше, ашыратпа. Сен как раз келдің ғой, сен ұрыққа. Электрліксің ба? Йо, не керек? Босың бай ғой. Оң аяқты қалдыған, сол аяқты артқан, қолым аяқа. Ташатая өрмеш, братан. Істеп атыр қой. Істе. Ата өрмеш, братан. 40 бұлттық бересің. Болды, братан. Аяғыма тас кіріп кете берем. Ата өрмеш, братан. Істе. Дош, алды бой. Ана, тоғыр. Айбай, қолым, айбай! Айбай! Не болды? Айбай! Енді менде жазғанда кешіресің енді бaba. Білмей қалды ше. Ол да білмей қалды ғой енді. Тоғырды ма деп ойлап қалды да енді. Анам қолым қатты ауырып тұр ма? Иә, ауырып тұр. Қатты ауырып тұрса, ана мына қолыңа ұстап алсайшы. Қатқан жазбайсың ба, Шай ішкенде болар ма еді? Өзі азығыс болып тұр екен енді. Шамайды ау енді. Көке, сен қашын апарып тастаңызшы. Кешіресің, бензинім жоқ еді, әйтпесе апарып тастайтын едім. Мына омен такси ұстасаң бүйтсең, любой такси тоқтайды ғой. Жолың болсын, інім. Абайлап жүр. Свет жанды, рахмет. Гипс қойғаннан кейін ана матрасты әкеліп тастайсың ғой, Кеттік, кассета көреміз енді.